Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ашыған сүттен осындай өте дәмді болып шығатын ірімшік дайындайтын боламыз. Балаларға да ересектерге де өте қатты ұнады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен сүтті ыдысымызға құйып қайнатамыз. Мендегі ашыған сүт болғандықтан сүтім кішкене жыли бастағаннан бастап осылай өздігінен іри бастады. Енді сүттің қайнағанын күтпей, сүтім жыли бастағаннан ақ үстінен бір бокал толы айранды құйып жібердім. Мен майлылығы аз дүкеннің айранын пайдаландым. Достар, егер сіздердің сүттеріңіз ашымаған балғын сүт болатын болса, онда сүтімізді қайнатып, көбігі шыға бастағаннан бастап айранды құю керек болады. Менікі ашыған сүт болғандықтан сүтіміз қайнамай жатып, жылы күйінде айранды үстінен құйдым. Сүтімізді бір қозғап жіберіп, 2 сағат бойы бетін ашық күйінде қайнататын боламыз. Қайнап жатқан сүтіміздің асты қатып қалмас үшін әр 15-20 минут сайын араластырып тұру керек болады. Осылайша араластыра отырып 2 сағат бойы сүтімді қайнатып алдым. 2 сағаттан соң сүтіміз тартылып, ірімшігіміз қоңырқай түске ене бастайды. Сүтімізге артық еш нәрсе қоспаймыз. Бұл бетіндегі тұрған сүттің өзінің майы. Осы кезде өз қалауларыңызға қарай қант қосасыздар. Мен қантты аз мөлшерде қостым. Егер қатты тәтті болғанын қаласаңыздар, көбірек қосып жасасаңыздар болады. Қант қосқаннан кейін жақсылап тағы бір араластырып аламыз. Енді әрі қарай тағы ірімшігімізді 2 сағат бойы қайнату керек болады. Ірімшігім 2 сағат бойы қайнап дайын болды. Енді арнайы сүзіп алатын ыдысымды дайындай бастаймын. Мен осындай арнайы сүзгішті пайдаландым және бетіне марланы төсеп, ірімшікті осылайша сүзіп алдым. Осылай суын жақсылап шығарып кептіріп алуымыз керек. Енді астындағы қалып кеткен сулары ағу үшін осындай ыдысты пайдаланамыз. Мен осындай мультиварканы пайдаландым және осының үстінен тарелканы жауып, бетіне ауыр затпен бастырып қоюымыз керек болады. Мен осындай банканы пайдаландым. Осы қалпында ірімшігім бір түн уақыт тұрды. Ертесі күні таңертең осылай дайын болып шықты. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Балаларға да, ересектерге де өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Достар, егер сізге видео ұнаған болса, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.